Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, құрметті әріптестер, ағымдағы жылғы қаңтар-қыркүйекте Қазақстан экономикасы жағымды өсу үрдісін сақтап отыр. Есепті кезінде жалпы ішкі өнімнің өсуі 4,1%-ке дейін үдеді. Бұл осы жылғы 8 айдағы көрсеткіштен 0,3% тармаққа жоғары. Базалық салалардың ішінде сауда мен құрылыс саласындағы серпіннің қалпына келуі өсудің үдеуіне негізгі үлес қосты. Сондай-ақ инфляциялық қысымның түсуі және инвестициялық сұраныстың артуы экономикалық белсенділіктің импульсы болып отыр. Инфляция деңгейі 5-7% дәліз шегінде сақталып отыр. Ағымдағы жылғы қыркүйекте инфляция 0,4%, ал жыл басынан бері 3,3% құрады. Жылдық инфляция 6,1%. Кәсіпорындардың инвестициялық белсенділігінің жоғары көрсеткіші сақталуда. Негізгі капиталға салынған инвестициялар 21,6%-ке өсті. Ағымдағы жылғы бірінші қазандағы жағдай бойынша елдің халықаралық резервтері 86,4 миллиард ақш долларын құрады. Ұлттық қордың активтері 56,3 миллиард ақш долларын, ал алтын валюта резервтері 30 миллиард ақш долларын құрады. Ағымдағы жылғы 9 айда өнеркәсіп өндірісінің өсуі 4,8% құрады. Бұл нысаналы индикатордан жоғары. Бұл өсу өңдеу өнеркәсібінің кен өндіру өнеркәсібіне қарағанда озық қарқындарының есебінен қамтамасыз етілді. Өңдеу өнеркәсібінің озық өсу негізгі өңдеу салаларында жинақталған өсу қарқындарының сақталуымен негізделеді. Бұл машина жасау, мұнайды қайта өңдеу, химия өнеркәсібі, металлургия, тамақ өнімдерін өндіру. Бұл ретте бірқатар салаларда төмендеу байқалады. Бұл құрылыс материалдары, фармацевтика, сусын және киім өндірісі. Кен өндіру өнеркәсібінде өсу қарқыны 4,9% құрады. Бұл нысаналы индикатордан 3% тармаққа жоғары. Жақсы қарқын темір кенін, көмір және лигнит, табиғи газ, мұнай және түсті металдар өндіруде өсудің сақталуымен байланысты. Ауыл шаруашылығы өнімдерін шығарудың өсімі 2% құрады. Мардымсыз өсу негізінен өсімдік шаруашылығындағы төмен серпінмен байланысты. Бұл ретте мал шаруашылығы өсімдік шаруашылығындағы бәсеңдеудің орнын толтырады. Аталған саладағы өсу 4% құрады. Құрылыс саласында нысаналы көрсеткішті 0,8% тармаққа асыра орындай отырып, 4,4%-ке өсу тіркелді. Өсудің желдеуі тұрғын үйлердің, өнеркәсіп объектілерінің құрылысы, автомобиль жолдарын қайта жөндеу және мұнай өңдеу зауыттарын жаңғырту бойынша жұмыстардың ұлғаюына байланысты. Көрсетілген қызметтер өндірісінде 3,9%-ке бір қалыпты өсу байқалып отыр. Негізгі салым сауда саласына тиесілі. Ол 6,7%-ке өсті. Өнеркәсіптегі белсенді өсу саудадағы іскерлік белсенділікті ынталандырады. Өңірлік бөліністе өнеркәсіптің қарқынды өсуін Атырау облысы, Қостанай облысы және Шығыс Қазақстан облысы көрсетіп отыр. Сонымен бірге 3 өңірде төмендеу байқалады. Бұл Қызылорда, Батыс Қазақстан және Түркістан облыстары. Бұл өңірде мұнай, газ конденсатын және уран кенін өндіру қысқарды. Ауыл шаруашылығы бойынша 10,12 өңірде сақталуда, сонымен бірге Батыс Қазақстан облысы теріс аймақта қалуда. Жалпы құрылыстың өсуіне қарамастан 3 аймақта теріс мән байқалады. Бұл Ақмола облысында, Астана қаласында және Қызылорда облысында. Бұл ретте Шымкент қаласындағы жағдай айтарлықтай жақсарды. Құрылыс жұмыстары 1,9 өсеге өсті. Негізгі капиталға салынған инвестициялар бойынша Түркістан облысынан басқа барлық өңірлер өсуді көрсетіп отыр. Аталған өңірдегі төмендеу Азиялық газ құбыры құрылысының және Шардара су электр станциясын жаңғыртудың аяқталуына байланысты. Ең үлкен өсім Шымкент қаласында және Атырау облысында байқалады. Әлемдік тауар нарықтарындағы сыртқы қолайлы конъюнктура жағдайында сыртқы сауда айналым тұрақты өсу трендін сақтап отыр. 8 айда өсу 21,6%-ті құрады. Экспорт 28,2%-ке өсті. Бұл мұнайды 45,4%-ке, агроөнеркәсіп кешені өнімдерін 30,1%-ке, мұнай газын 30,2%-ке, алюминийді 24%-ке және мыс кендерін 12,5%-ке жеткізудің артуына байланысты. Импорт 10,8%-ке өсті.
Негізінде ол импортталатын инвестициялық тауарлар есебінен өсті. Олардың өсуі 24% құрады. Экономиканы кредиттеу тоқырауда. Ағымдағы жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша кредиттеу 2017 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 13 триллион теңгені құрап, 0,1%-ке төмендеді. Төмендеу бәрінен бұрын бизнес кредиттеріне байланысты болды. Бұл ретте тұтынушылық кредиттері 17%-ке өсті. Жұмыссыздық деңгей және жалақы. Еңбек нарығында тұрақтылық тренді байқалады. Ағымдағы жылдың басынан бері 414,5 мың адам жұмысқа орналастырылды. Жұмыссыздық деңгейі 4,9% құрады. Жалақы бір қалыпты қарқынмен өсуде. Ағымдағы жылғы қаңтар-қыркүйекте орташа айлық жалақы 158,2 мың теңгені құрады және нақты мәнінде 1,9%-ке өсті. Ағымдағы жылғы қаңтар-тамызда нақты ақшалай кірістер нақты жалақының өсуі мен инфляциялық процестердің баялауы аясында 3,5%-ке өсті. Қыркүйек айында экономиканың 6%-ке өсу арқасында жылдың қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнім өсуінің 4+ деңгейіне жетуіне мүмкіндік пайда болғанын атап өткім келеді. Бұл үшін 4-ші тоқсанда экономиканың 3,9%-пен кем емес дамуын қамтамасыз ету қажет. Назарларыңызға рахмет.